Бүгін біздер обычный жеңіл көліктің автокөліктің аккумуляторын зарядкілеп жатырмыз. Мынандай 12 вольттық блок питания, 10 амперлық. Характеристикасы 12 вольт, 10 ампер. Яғни бұл жерде біздер негізі обязательно 8 вольт размер 8-8 кулер қойып, вентиляторда блок питанияға төмен қарай үрлет қою керек. Өйткені охлаждение жасату керек. Біз аккумулятор зарядкілеген кезде мына жерде подстрочный резистор деген болады. Яғни соны отверткамен аласыздар да оңға солға бұрасаңыздар, мультиметрмен тексеріп 12 вольтты 14-те жарым, 14-те 1, 14-те 2-ге көтере аласыздар. Яғни выходтан тексересіздер қанша вольт көрсетіп тұрғанын, сосын кейін аккумуляторды зарядкілеп бересіздер. Біздің жағдайда қазір 14,5 вольт көрсетіп тұр, яғни 14,5 вольт, 4-те 6 ампер, яғни ток аккумуляторға заряд беріп жатыр. Егерде осылай 10 сағат тұрса, мысалы 10-ға көбейтсек, сағатына сонда 10 сағатта 45 ампер зарядка береді. А бұл бізде 60 амперлік, яғни 10 сағаттан жоғары. Егерде қолдарыңызда зарядка болмаса, машинаны зарядкілейтін автомобильный, ондай жағдайда осындай блок питания қолдансаңыздар болады. Өз басым 4 жыл болды, осындай блок питания қолданам. Ешқандай зарядка іздеп те қажет жоқ. Үйге керек таптырмайтын өте жақсы питание, блок питания 12 вольттық. Соны және подстрочный резистор арқылы вольтажын көбейтесізде 14-те 5, 14-те 3, 14-те 7-ге дейін берсеңіз де болады. Сосын кейін прямой зарядкеге жібересіздер. Бұның подключениесі қалай болады? Яғни бұндай вольтметр, амперметр алмай қойсаңыз да болады. Мына жерде плюс-минус деген екі выходы болады. Мысалы, екі сол жағындағы плюс болады, одан кейінгі минус болады. Соны напрямую аккумуляторға жібере саласыздар. Мысалы, минусты минусқа келесіз клемаға, плюсты плюсқа. Сондай жағдайда бір 10 сағат тұрса жеткілікті. Бізде қазір міне 4,5 ампер беріп тұр. 14,5 вольт. Кәдімгі машиненің генераторы сияқты заряд беріп тұр. Осындай жасасаңыздар болады. Сіздермен бөлісіп жатқан жайым. Мынандай вольтметр, амперметрдер де сатылады. Яғни бұлардың түрлері де болады. Мысалы, біздің жағдайымызда бұл 30 вольтқа дейін көрсетеді, амперметр 50 амперге дейін көрсетеді. Егерде 10 амперлығы да болады, және де мынандай 50 ампер болса, мысалы 10 амперден жоғары ток болса, яғни ол аккумулятор бізде машинаның оборотына қарай генератор үлкен токтар береді. Яғни ол жерде бізде холостой оборотта тұрса, мысалы ол жерде где-то 5 ампер мен 10 ампердің аралығында болады. Ал енді тахометрді 2,5-3 мың оборотқа апарсаңыз, онда генератор 30-45 амперге дейін береді. Ондай жағдайда шунт деген нәрсесі болады. Сол шунтты қолданасыздар. Чтобы мынандай вольтметрге нагрузка болмайтындай. Шунт дегенді қазір мен сіздерге көрсетем. Шунт деген міне осындай болады. Мынандай темір, яғни екі ортада токты проводить ететін алюминиевый ток өткізетін зат. Мысалы қарасаңыз, біздің жағдайымызда 50 амперге дейін деп тұр. Осындай шунт. Подключениесі міне мынандай схемасы. Мысалы, мына жерде бізде вольтметрден 5 провод шығады. 5 проводтан қызылы питание 4 вольттан 30 вольтқа дейін берсеңіз болады. Минус қара провод, сары проводты жәнегі исполнительный ары қарай аккумуляторға дейін берсеңіз болады. Основной жәнегі блок питаниямыз дейік мына жерде бізде аккумулятор жағдайда. Шунт міне осылай қосылады. Осындай схемада қолданылады. Көліктерде, үлкен көліктерде қолданса болады. 24 вольттық камаздар, фуралар, жәнегі зилдар қолданып жатады осындай. Вольтметр, амперметр деген.